иә. Бүгін бізде кіріспе сабақ. Бүгінгі видеода сіз тігін машинасын қалай таңдау керек, сізге қажетті тігін машинасы қандай және қандай құрал-жабдықтарды бірінші алу керек деген сұрақтарға жауап таба алатын боласыз. Нарықта тігін машинасының екі түрі бар. Біріншісі бытовая швейная машина, яғни үйде қолданылатын тігін машинасы. Екіншісі производственная швейная машина. Ол өндірісте қолданылатын, профессионал түрде қолданылатын тігін машинасы. Енді осының қайсысын таңдау керек? Оның таңдаудың да жолы бар, иә. Егер сіз тігінді енді бастап келе жатқан болсаңыз, өзіңізге киім тігіп үйренгіңіз келеді, балаңызға және үйге текстиль, жастық, көрпе, құрақ тігіп, немесе бір кәжекей тігіп үйренгіңіз келетін болса, сізге бытовая швейная машина жеткілікті. Оның артықшылықтары өте көп. Мысалы, мен өзім де сондай бытовая швейная машинамен қолданамын. Бірінші артықшылығы оның бағасы. Ол 35 мыңнан бастап жоғарылап кете береді. Миллионға дейін барады, бірақ енді сізге қажеттісі ол бір 55-50 мыңның көлемінде. Екінші артықшылығы оның кішкентай ыңғайлылығы. Мысалы, сіз бір күн үйде орын жоқ шығар, мысалы, тігетін, сіз тамақ істеп болғаннан кейін кухняда, ас үйде тігетін шығарсыз. Сосын оны алып жүру жеңілділігі. Тікпесеңіз, коробкасына салып шкафқа тығып тастайсыз. Содан кейін қайтадан желанияңыз, бір қалауыңыз болғанда тігетін боласыз. Және үшіншісі, бұл машинада сізге керек функцияның барлығы бар. Ең бірінші керек нәрсе ол бізге түзу сызық, түзу. Екіншісі зигзаг. Мысалы, сіз киімді әрлегенде, обработка жасағанда сол зигзаг функциясын қолданасыз. Және түймені қадағанда сізде түйменің тесігін жасауға арналған функциялардың бары осы тігін машинасында бар. Осымен болды. Мысалы, мен өзім сол сіздерге енді бастап келе жатқан болсаңыз, қарапайым тігін машинасын біздің Технодом, Мечта деген дүкендерден Каспи арқылы тапсырыс берсеңіз, сізге кэшбэк түседі және өте арзан бағаға таба аласыз. Себебі бізде арнайы тігін машинасы сататын дүкендер аз, магазиндер сізде дүкендер сіздің қалаңызда болмауы да мүмкін. Сол себепті Каспиден қарап отырыңыздар. Енді қандай бренд таңдау керек? Менің өзімде Жаном бренді, немесе Жаноме кейде айтады солай. Сол брендті мен ұсына аламын, себебі мен өзім алғаныма 2017-4 жылдан аса уақыт болды, Ол әлі тігіп келеді, ешқандай менде бір сынып қалу, бұзылып қалу, бірдеңе деген сияқты ешқандай мәселелер туындаған жоқ, проблемалар болған жоқ. Содан кейін көп еститін бренд менде ол ұмытып қалдым ғой. Мен өзім Жаноме брендін ұсына аламын. Содан кейін тағы да Бразер бар. Ұмытып тұрмын, қазір мен сізге мына жерде жазып қалдырам. Енді промышленная швейная машина, яғни өндірісте қолданатын профессионалды тігін машинасы кімге керек? Егер сіз қанша жылдан бері тігінмен айналысып, қазір тапсырысқа, мысалы, перде, немесе бір құрақты, немесе бір киім арнайы тігіп жатқан болсаңыз, осы үлкен техниканы алсаңыз болады. Ол үлкен партасымен жүреді, үстелмен бірге келеді. Және ол көп орынды алады. Егер сізде үйіңізде бәрі есептеулі болса, ол машинаны қайда қоясыз? Егер мысалы сізде ателье болса, сіз сонда қоясыз, немесе сізде басқа бір арнайы бөлме бар шығар. Сондай жағдайда ғана өндірістік тігін машинасын алсаңыз болады, және бір тапсырысқа тіккен кезде сапасы өте жақсы болғанын қаласаңыз. Оның бағасы шамамен 180 мыңнан бастап жоғарылай береді ғой. Енді тігіншіге қажетті бас кезінде ең қажетті 10 құрал жабдық соларға керек. Мен сіздерге қазір өзімде бар заттармен көрсетіп бөлісетін боламын. Ең біріншісі ол миллиметровка дейді. Осындай сызуға арналған плакат сияқты ғой, үлкен қағаз. Мұнда әр миллиметр есептеулі. Сіз мұнда киімді сызбастан бұрын, өзіңіз тікпестен бұрын сызасыз, қағазға. Осы қағазға сызасыз. Өзіңіздің өлшеміңізбен бірдей болады. Осы қағазға сызасыз. Содан кейін мұнда жалғау тігіске орын бір миллиметр, сантиметр қалдырып, қиып тіге беретін боласыз. Бұл миллиметровка сізде мұндай қағаз, дәптер сататын дүкендерде табылады. Және осында рулонын алып қойсаңыз, өте көп уақытқа жетеді. Егер сіздің қалаңызда бұндай миллиметровка болмаса, бір әзірге есеп дәптердің қағаздарын жапсырып қолдануға да болады. Қатты қымбат тұрмау керек. Бір осындай рулонын мен 1500 теңгеге алған сияқтымын. Екінші бізге қажетті нәрсе ол қайшы, яғни
тігінге арналған қайшы, мата қиятын, өзі екінші сабы осындай болады, үлкен болып келеді, ыңғайлы қол не істегенге, кигізгенге. Бұл мен қарадым, осы Ділда, Астанада Ділда дүкені бар. Ол жерде 2000 теңге, бірақ орталық базарлардан қарасаңыз, сондай бағада жақсысын таба аласыз. Үшінші бізге қажет нәрсе ол мынау распариватель дейді. Сізде киімді тіккен кезде бірден әдемі шықпайды ғой. Сосын қайтеді жіберіп қойыңыз мүмкін, теріс қарап тігіп қойыңыз мүмкін. Сол кезде сөгуге арналған матаны құртпай, жіпті сөгуге арналған қайшы сияқты ғой, майда. Төртінші қажет нәрсе, оның көмекшісі распариватель щипчик. Бұл да бір матаны қайшымен кесіп отқан қиын ғой, үлкен қайшымен кішкентай заттарды. Мынау қойды жүнін қырқатын қайшы сияқты тура кішкентай ыңғайлы. Бұл Ділдада 250 теңге тұрады екен. Содан кейін сызғыш пен қарындаш, бірақ сіз сызғыштың бірден үлкенін алыңыз, менде ол сынып қалды, пластмасса болғандықтан 50 сантиметрлігі болады, мындай түрі түсті. Содан кейін лекалалар бар, арнайы, мысалы, қолтықты шығару үшін, мойынды шығару үшін, осындай қиғаш сызғыштар. Соларды да бірден алып қойсаңыз болады. Бірақ олар бас кезінде қатты қажет емес. Содан кейін бізде сантиметровая лента дейді. Бұл таспа, кәдімгі өлшем алатын. Беліңізді өлшеп, мына иықты өлшеп. Бұл да бір шамалы 100-200 теңге тұру керек. Осылай миллиметрмен есептелінеді. Жаңағы неге сызған кезде қажет болады. Өлшем алғанда өте жақсы. Сосын арнайы инелер, булавка дейді. Осындай киімді бір-бірімен беттестіріп тікпестен бұрын сіз осылай қадап-қадап түйреп аласыз. Осылар өте ыңғайлы және қажет. Бұлар да қатты қымбат тұрмайды. Бір коробкасының ішінде бір 100 шақты болады, оның өзі 200 теңгедей тұрады. Сосын арнайы матаны сызғанға арналған бор. Бұл 50 теңге тұрады. Себебі сіз басында қаламмен сызғанда ізі қалып қалып, ол жуылғанда қатты кетпей қалады. Мен өзімнің басымнан өтті сондай жағдайлар. Сол үшін бірден осы 50 теңгеңізді қиып алып алыңыз, ол сіз тігіп болғанша бұл кетіп қалады. Содан кейін қажет нәрсе, ол бізде қарапайым үтік, үйде бар үтік. Ең бастысы бұны беті таза болу керек. Содан кейін үтіктейтін тақтай, доска дейді ғой. Егер болса, тіптен жақсы, себебі киімді үтіктеу ол бір ең маңызды процесс. Сіздің тіккеніңіз бір 20% алса, үтіктегеніңіз бір 60% алады. Сонда киімнің жақсы шығуы үтіктеуге байланысты. Содан кейін тігін машинасы, мен қазір бөлек көрсетемін. Мынау менің тігін машинам, Жаном 95 деген бренд. Бұндағы сізге керек функциялар А, В, С. Осы үшеуі болса да сізге жеткілікті. Мұнда көрдіңіз бе, менікінің өзінде 14 функция бар. Мынау түймені тесігін жасауға арналған функция. Осы мен осы үшеуі болса сізге жеткілікті. Мынау тігістің ұзындығы, мынау әртүрлі мыналарды ауыстыруға арналған ғой, таңдау. Селектор дейді. Осы болса болды. Және сізде мұндай запас лапкалар беріледі. Мынау ең негізгі лапка, тігіске арналған қарапайым. Сосын түймеге арналған, замокқа арналған лапкалар бірге қосылып сатылады. Келесі сабақта бұл тігін машинасын қалай жіпті кіргізу, дұрыс кіргізу, қалай астына жіпті орау керектігі туралы бәрі арнайы видеолар шығады. Және бұл қол машина емес, аяқ машинасы. Сол себепті де мұнда қазір сізге көрсетем педаль. Осындай педалі бар. Аяқты басып отырып үйренетін боласыз. Осы керек заттар. Осыларды келесі аптаға шейін жинап қойыңыздар. Содан кейін келесі аптада біз өлшем алуды, киімге бірінші көйлекті тігіп көрейік, өлшем алуды үйренетін боламыз.